саламатсыздар ма? Біз өткен сабақта айнымалылар типтерімен танысқан болатынбыз. Айнымалылар типтерімен таныспай тұрып, ендіру операторын өту сәл ыңғайсыз. Сондықтан мен бірінші айнымалылар типтерін өттім. Енді бүгінгі сабағымыз біздің ендіру операторы болып табылады. Яғни ендіру командасымен танысамыз. Мысал ретінде бір айнымалы алайық. Айнымалылар типін int деп аламыз. Ал x біздің айнымалымыз. Айнымалымыз. Int x және оны ендірейік. Cin. Cout экранға бізге экранға шығару командасы болып табылатындығын. Мысалы, подсказка жазайық. Handle. Санды ендірі болсын. Санды ендіріңіз болсын. Енді Cin. Cinнің тырнақшасы басқа жаққа қарап тұрады. Және x ендір дейміз. Және қазір біз бұл жерде x-қа бір өзіміз жазған санды меншіктейміз. Одан кейін оны экранға шығарамыз. Яғни cout x headline жіберіп көрейік. Бізге санды ендіріңіз деп подсказка берді. Қазір мынау қызметін атқарды. Енді Cin жұмысқа кіреді. Яғни Cin бізді күтіп тұр. Қазір біз мысалы 2014 деп жазатын болсақ. Және қазір бұл дәл қазір x-қа меншіктеліп тұр осы 2014. Және enterді басатын болсақ, бізге экранға қайтадан шығарып береді 2014 ретінде. Яғни қайталап айтқанда cout экранға шығарды. Мына жерде де cout экранға шығарды 2014-ті. Ал Cin біз бір санды берген кезде соны өзіне меншіктеп, яғни меншіктеді және cout оны экранға шығарды. Яғни егер ендірмей былай жаза салғанда, яғни былай жаза салғанда, онда бұл біздің өткен сабағымыз болатын. Яғни бірінші сабақ болса керек экранға шығару. Біз бүгін осы Cin мен таныстық. Яғни Cin x мысалы не жазсақ болады, кез келген бір сандарды жазуымызға болады. Мысалы айнымалылар типіне уже сыймай қалды. Өздері айнымалы типтері өздерінің диапазондары бар. Мысалы int-кі -32568-ден +67-ге шейін. 32567 сондай болса керек. Мысалы қайтадан жіберіп көрейік. 32.000-ға жетпейтін бір сан жазайық. Мысалы 5000 деп бассақ, 5000 қайтып экранға шығарады бізге. Енді бір қарапайым екі санды қосатын бір программа жазып көрейік. Ол үшін бізге 3 айнымалы керек. Ол үшін A, B, C алам. Осы 3 айнымалыны алам. Және мына жерге жазам. Бірінші санды ендіріңіз деймін. Бірінші санды ендіріңіз деймін, оны ендіртіп қоямын. Яғни ол бізде ол сан A-да тұрады. Бұның бәрін қайтып көшірмей қойын. Ерініп отырмын.
екінші санды ендіреміз. Ол бізде b-ға енеді. Және формула жазамыз. Және қарапайым екі санды қосатын формула жазамыз. Қосылған ба. Және отпен бұны экранға шығарайық жауабын. Деп. Осы жерде бір санды алайық, мысалы 10. Enter'ді басамыз, екінші санды етеріміз. Мысалы 20 болсын. Және біздің C-дің жауабы, яғни C айнымалысының жауабы бізде 30-ға меншіктеледі. Жалпы осы қарапайым бағдарлама. Енді сіздерге тапсырма. Осыған бірнеше эксперименттер жасасаңыздар болады. Мына жерде таңбаны ауыстырсаңыздар да болады. Минус, плюс деп. Бірақ естеріңізде болсын, егер бөлуді қолданатын болсаңыздар, онда бүтін сан шықпайтын бір сан беріп қалсаңыздар, онда бұл қате болуы мүмкін. Сол үшін біз дабл қолданамыз. Яғни даблда C мысалы бір бүтін емес сан шықса, онда ол қате бермеу үшін біз дабл айнымалылар типін қолданамыз. Яғни мысалы 17-ні бөлеміз 2-ге. 8 дейді. Не айтты ол? Так. Бізге бүтін сан шығарып бере салды домалықта бұл. Не кетті екен? Мейлі басқа айнымал типін көре саламыз. Бәрібір ғой. Мейлі өздеріңіз көресіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше жақсы.